Шындығында, жұмыр жерде магниттік гравитациондық кеңістікпен қатар ақпараттық қуат кеңістігі бар. Осы кеңістік жер бетіндегі кез келген оқиғаны, соның ішінде соғыс болған, көп адам қаза тапқан аймақтарды жадында сақтап қалатын көрінеді. Бұл ғалымдардың пікірі. Сол жер жадында сақталып қалған кейбір оқиғалар ара-тұра болса да елес болып әлгі жерге оралып тұрады екен. Төмендегі оқиғалар соған байланысты, һәм ешқандай ойдан шығарылған аңыз емес, өмірде болған жағдай. Өйткені бұл жерде өмірде бар нақты адамдар, нақты елді мекендер айтылады. Сондықтан, бұл оқиғаны адамдар ойдан құрастырған қыр өтіріктің бірі деуге еш келмейді. Бұл бір өзгеше оқиға Санкт-Петербург қаласында болған екен. Илья Разин деген азамат күздің жанға жайлы бір кешінде өзінің сүйіктісі Нинаға телефон шалады. Ар жақтан телефонды көтерген адамның даусы Нинадан көрі кішкентай қыздың даусына көбірек ұқсап кетіпті. Ол да өзін Нинамын десе керек. Телефонды көтерген адам басқа екенін аңғарған жігіт тұтқаны қойып, қайтадан хабарласады. Тағы да сол дауыс. Менімен сөйлесе беріңіз, үйде мен жалғызбын дейді әлгі бала. Жігіт телефонды не қоярын, не қоймасын білмей ойланып қалды. Сосын өзінің сүйіктісі Нина жайлы айта бастады. Баланың даусы. Илья қазір не істеп жатыр екен? Телефонды көтеріп ас үйге кірдім. Телефонды көтеріп жүруге бола ма екен? Бірінші рет естісу. Бала таң қала сұрады. Баланың таңданысына Илья біртүрлі болып қалды. Сосын, ал сенде қандай телефон деп сұрады. Кәдімгі қабырғаға іліп тұратын. Сіз ас үйге кіріп, бірдеңе жейін деп пе едіңіз? Жоға, терезеден кешкі қаланың қызылды жасылды оттарына қарап тұрғаным. Қыз өкпелей сөйледі. Неге алдайсыз? Қайдағы шам, қала қап-қараңғы ғой. Шамды баяғыда өшірген, үй суық, ешкі жағатын отын жоқ. Шешем бір жаққа шығып кеткен, ал әкем майданда. Ал сіз мүгедексіз бе? Неге үйде отырсыз? Сасып қалған Илья Разин. Қайдағы соғыс, мүгедегі несі? Не деп тұрсың өзің? Қала қоршауда екенін білмейсіз бе? Қайдан шыққансыз өзіңіз? Қаланың сырты толған немістер емес пе? Есімнен адасып тұрған жоқпын ба өзі, деп үрейленген Илья. Қазір қай жыл, айтшы, дейді қыстырып. 1942 жыл. Кенет телефон өшіп қалды. Жігіт қайта телефон шалды. Бұл жол тұтқаны сүйіктісі Нинаның өзі алды. Қайда жүрсің, трубканы неге өзің көтермейсің деп жігіт бұрқ етті. Қайда жүрген несі, енді ғана хабарласып тұрған жоқсың ба деп Нина таңғала сөйледі. Жігіт болған жайды айтып берген еді. Екеуі де таңғалысты. Илья кездейсоқ 1942 жылғы қоршауда тұрған Ленинградтың кішкентай тұрғынымен сөйлескенін білді. Осы бір жағдай мәңгі есінде қалып қойды. Белгілі ғалымдарға жолығып басынан өткен жағдайды айтып еді, өмірде ондай оқиға жиі болып тұратынын естіді.